Бұл залымызда Игорь Савицкийдің басқа да жұмысларымен танысып өтеміз. Айтып өткенде Игорь Савицкийдің төретушілігі екі бөлімнен барады, яғни сол Москва периоды һәм Орта Азия периоды. Бұл ханада не көріп тұрғаныңыздай Орта Азияға тиесілі болған жұмыслары. Текарнан пейзажларды өреткен Игорь Савицкий бұл дәуірде, мәселен, сол 1950 жылдардан басталған Текарнан бұл дәуір. Пейзажларға қаратып өтетін болсақ, мәселен, Хиуа, Қаратаулар жұмысы, һәмде және де бір жұмысы сол министрлер кеңесі алдындағы Шарбақ 1977 жылы істелген жұмыс. Қарақалпақстанның сол бай табиаты, гөзаллығын һәмде де сол өзгешелігін көрсетіп беруге харекет қылған тағы да жұмыслары бар. Һәмде неке бір қанша натюрморт жұмысларын айтып өтетін болсақ, Игорь Савицкийдің неке натюрморт, яғни мимозалар жұмысы да жүдә сапалы етіп істелінген. Бұл залда Қыдырбай Саипов, яғни бірінші профессионал художник Қыдырбай Саипов хақында тоқталып өтеміз. Қыдырбай Саипов 1939 жылы Шымбай районында туылған. Һәм ол суретші, график һәмде сахна безеуші болып есапланады. Қыдырбай Саипов Меньков атындағы Ташкент көркемөнер училищесін бітіріп, Бедақ атындағы Қарақалпақстан мемлекеттік сазлы театрында бас декоратор болып жұмыс атқарған һәм бір қанша сахна безеулерін істеп барған. Бұл музейіміздің залында 50-ден астам сахна безекілеріне істелген жұмыслары бар, яғни эскиз жұмыслары. Мәселен, неке қара атүргіл спектакліне үшін істелінген эскизбен танысып шықсаңыз болады. Әмде басқа да сол Қарақалпақ халық фольклорына арналғанда бір қанша сол эскизлері музей залларынан орын иелеген. Қыдырбай Саипов бір қанша жанрларда, әр түрлі жанрларда жұмыстарды өреткен. Мәселен, сол пейзаж жанрындағы жұмысын айтып өтетін болсақ, Амудариядағы кеш 1966 жылы істелген. Қыдырбай Саипов өзі пейзажларында күннің батысы, яки болмаса күннің шығысы, сол табиатта болатұғын халатларды суретлеуге харекет қылған. Бұл картинада Қыдырбай Саиповтың портрет жанрында картинасында Сәуренің портреті, яғни өзінің өмірлік жолдасын суретлеген. Бұл картинада 1966 жылы істелген. Қарақалпақстан заманауи суретшілігінің ең жарқын художникларының бірі Фаим Матгазин. Фаим Матгазин 1930 жылы Саратов қаласында туылған. Һәм неке оны көбінесе суретлеріне қарап айтатұғын болсақ, оны Қарақалпақстанның сол Арал һәм Амудария жыршысы деп айтады. Себебі оның суретлерінде сол Қарақалпақстандағы Арал деңізінің әр түрлі жағдайдағы пейзажларын өреткен. Һәм оны текарнан сол Фаим Матгазиннің 1000-ға жақын жұмысы сол Арал һәм Амудария темасына бағышланған. Һәмде Фаим Матгазин 1983-84 жылдар аралығында Қарақалпақстанның бай сол табиатын суретлегендігі үшін ол Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болған. Бұл залда Фаим Матгазиннің басқа да жұмыслары көргізбеден орын алған. Мәселен, неке Амудариядағы кеш 1968 жылы істелген. Яғни Амудария темасы көтерілген болып есапланады. Бұл жерде неке басқа жұмысларын атап айтатын болсақ, Урга, яғни 1978 жылы істелген. Ол жүдә көп қырлы художник деп айта аламыз. Және де Арал деңізіне болған
Арал теңізіне темасында істелген жұмысы деңіз қолтығы деп айтылады. Оның бұл художниктің жұмысларына қарап біздер сол Арал теңізінің алдыңғы жағдайын, яғни алдыңғы сол су тасып толы кездегі уақытларын көре аламыз. Һәм сол оның алдыңғы пайтларына барып қалғандай сезінеді көргенде оның жұмысларын. Ислам Әлібеков және де бір Қарақалпақстанның суретшілігіне үлкен үлес қосқан ұлы художник. Оның жұмысы Қыдырбай Саиповқа арналған Қыдырбай Саипов портреті, яғни өзінің ұстазы Қыдырбай Саиповқа арналып істелген портрет болып есептелінеді. Әлібековке тоқталып өтетін болсақ, Ислам Әлібеков 1945 жылы Қытай қаласында туылған. Һәм Алматы көркемөнер институтында оқып тәлім алады. Бұл жерде сол ұстазына істелген портрет хақында айтып өтетін болсақ, Қыдырбай Саиповты суретлей отырып, ол арқа фонында сол шығатын жалынларды суретлеген. Һәм де бұл жерде дарақты көрсетіп берген бір қапталында жасыл менен істеген нәушелер келешекке болған үміт, сенімді суретлеген болса, төменгі бөлімінде өмірдің өткіншілігін суретлеп көрсеткен бұл жерде. Бұл бөлімде Альвина Шпады, яғни хаял художнигіміз һәм Қарақалпақ суретшілік өнеріне болған үлесі жүдә улай деп айта аламыз. Альвина Шпады 1935 жылы Түркменстанда туылған. Руставели атындағы мемлекеттік көркем өнер училищесін бітірген. Һәм бұл залымызда оның бір қанша жұмыслары, яғни әр түрлі жанрларға тек арнас қарақалпақлардың сол тұрмыс тәрізіне арналған жұмыслары жүдә көп, мәрхәмәт. Көріп өтетін болсақ, Баушылар 1989 жылы істелген жұмысы. Һәм Альвина Шпады музейімізде 1960 жылдардан басылап өзінің төреттеушілігін Қарақалпақстан Республикасында давам еттірген, Игорь Савицкий менен біргелікте іс алып барған. Ол музейімізде реставратор болып бір қанша жылдар музейге жүдә үлкен үлеслер қосқан. Текарнан Альвина Шпады сол Қарақалпақлардың тұрмыс тәрізі, үрп-әдетлері һәмде басқа темаларға болған, сондай күнделікті тұрмыс тәрізге болған жанрларда жұмыслар алып барған. Мәселен, бір қатар жұмысларында хаяллардың күнделіклі жұмысларына бірі Пақта майданындағы концерт 1984 жылы істелген жұмысы. Бұл жерде сол пақта терімін тапсырып, қуанышқа бөленіп батырған бір күнді суретлеп берген. Һәм де басқа жұмысларының бірі сол хаялларымыздың сол пақта теріміндегі жұмысларын көрсеткен болса, 1987 жылы істелген әмелге асырылған шығармасы болып есептелінеді.